құрметті оқырмандар, мен Қарағанды қаласы Мұқашев Ақбар номер 10 мектеп 2 А сынып оқушысымын. Мен Жайық Бектұров жасөспірімдер кітапханасының оқырманымын. Мен сіздерге бүгін Ыбырай Алтынсариннің өлең жолдарын оқып беретін боламын. Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы Қостанай облысында 20 қазанда өмірге келген. Ыбырай Алтынсарин халық ағартушысы, ақын, жазушы болған. Ыбырай Алтынсарин 1889 жылы дүниеден өткен. Ал енді мен сіздерге Ыбырай Алтынсариннің өзен деген өлең жолдарын оқып беретін боламын. Таулардан өзен ағасы арқыраған, айнадан сөйлей беріп жарқыраған, жел соқса ыстық сабыр қалыпта, аралап таумен тасты арқыраған, көңіл суын ішсең ашылады, дейінде бар дертін қашырады, өксіген оттай жан жұрмылыр, өзеннен рақат тауып басылады. Қынарда тілсіз тұрған тоғайларда шуылдап желмен бірге бас ұрады, онымен мал айдап өтсең лай қалмайды, тасыса су бармаған сай қалмайды, тасыған өзен судың қуатымен көк шығып шөп бітпеген жай қалмайды. Ел қыстап күн көреді жалыбында, дәм болар алуан балығында, тас-таста алтын тасасынан аққан, сонда да аққан өзен қалыбында. Құдіретті Құдайымның көресің бе, не нәжіс тоқтар өзен денесінде. Арыстан демалуға суға кірсе, балықтар шымшып ойнар терісінде. Бауыржан Момышұлы атындағы мектептің 4-ші Б сынып оқушысы Жұмашев Диас. Ыбырай Алтынсарин, кел балалар оқы. Бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқы. Оқығаныңды көңілге ықыласпен тоқы. Істің болар қайыры, бастасаң сауы. Оқымаған жүреді, қараңғына қармылы. Кел балалар оқы, оқығанды көңілге ықыласпен тоқы. Оқысаңыз балалар, шамның жағы бар. Тілеген алдынан іздемей ақталылар. Өнер білім бар жұрттан, тастан сарай салғызды. Айшалық алыс жерлерден өзінді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Аты жоқ құр арбаны 1000 шақырым жерлерге күн жарымда барғызды. Адамды құстай ұшырды, малды істей жұмысты. Отпен суға түсірді, отынсыз тамақ пісірді, сусынсыз сусын ішірді. Ананың сүйеуі, кім сендерді балалар сүйетұғын, қуанышыңа қуанып, қайғыңа күйетұғын, түн ұйқысын 4 бөліп, кірпік қақпай, шешең байғұс тамасыз жүретұғын, кім сендерді балалар тербететін, еркелетіп, ойнатып, сергітетін, жалқау болсаң, балалар жаман болса, қамқор анаң көз жасын көлдететін, кім сендерді сағынар шетке кетсең, ғылым іздеп тез қайтпай көпке кетсең, ұмытпа ең кемінде жұлдыз сайын, хат жазып тұр төбесі көкке жетсін, кім сағынар сендерді келгеніңше, құлындарын көзімен көргенінше, сендер қайтып келгенде адам болып, еш арманым болмас деп өлелгенше. Ыбырай Алтынсарин, кел балалар оқы, бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқы, оқығанда көңілге ықыласпен тоқы. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар,